бар ғой, мына аналардың қандай жағдайда өмір сүріп отырғанын көргеннен кейін менің жүрегім қарс айырылады. Жеуге нан таппай, ішерге сүт таппай отыр. Сәбилер қара су мен қара нан жеп отыр. Оны елбасы біле ме екен, білмейді. Өйткені оның қарны тоқ. Біз оны көріп атқан. Кеше ғана көп балалы аналар билікке назын айтып көтеріліс жасаған болатын. Олар 10-15 жыл үй кезегінде тұрса да әлі күнге дейін жылжымайтынын алға тартты. Соңғы уақытта аналар көтерілісін қаралап, надандық пен сауатсыздыққа балайтындар көбейді. Соның бірі Facebook әлеуметтік желісінде пікір жазған Динар Нақыпбек атты қолданушы. Ұят, мемлекеттің басты қазынасы халық, бірақ халықтағы надандыққа мемлекет емес, әр адам өзі жауап береді. 21 000 теңгенің дауын айтам. Ей мемлекет, мен бала таптым, енді сен мені асыра деген ойдың өзі аянышты, әрі жиіркенішті. Әркім өзі үшін тумай ма баланы? Ойбай, көп балалы аналардың жағдайы деген сайын тым артық кетіп қалып жатыр. Мемлекет беретін жәрдемақыға ғана жан бағу ақымақтық. Байдан қалып бара жатсаң оқу керек еді, мемлекетке масыл болмас едің. Осы шу шыққалы бір нәрсеге санам жетпейді. Әйелін айғайлатып қойып үйде жатқан еркек қандай еке, қандай азамат. Сапарбаев пен Сұлтанов та сақ екен, әйтеуір олай-бұлай ебін тауып әкімдікке алып кетті, деп жазыпты Динар Нақыпбек. Жағдайыңыз болмай жатырса, доходыңыз төмен болса, кірістеріңіз, онда кірістеріңізді көбейтуіңіз керек. Қалай көбейту? Ол үшін мемлекет тарапынан тиісті бағдарламалар бар. Сізде мамандық жоқ болса, барып оқыңыз, мамандығыңызды біліктіңізді көтеріңіз. Сонда алу үшін, мысалы, АСП алу үшін, естеу үшін 100 зарплата көрсетсем, мен как қосмай, кірмей мен оған, жатпай, 150 000 зарплата аласың, сол болды, 6 балаға бөлер, 20 000 теңгеден. Жетмейді, асып кетеді дейді да, ешқандай бермейді, бағдар дейсіз, оны мен қалай көтеруім керек сонда? Сіздер қалай ойлайсыздар, мемлекет аналарға 21 000 теңгені берген дұрыс па?